Мен достармен тағып көрдім. Өте керемет болды. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сенімен бүгін мен Адиди. Достар, бүгін менің каналымнан осындай үлкен коробкаға Темудан распаковка достар. Өзім қатты күттім осы видеоны, ендеше бірге бастаймыз. Лайк, подписка, комментарий ұмытпаңыздар. Осы видеомызды ауырмай, сырқамай, аяғына дейін бітіріп алып нәрселесін. Ендеше кет! Мен Темудан не заказываю, күнде көремін, прям күнде. Потому что Темудан шығып тұрады, то что келе жатыр, Алматыға келді, Қызылордаға келді деген сияқты. Сол себепті мен күнде көремін, қай жерге келіпті деп. Бірақ білмеймін почему-то басқа заттарым есімде жоқ. Тек қана алқа сырғаларым ғана есімде қалған, ғой түрлері. Давайте-ка бірге көреміз. Өзіме де қызық болып тұр, қалай келетіні. Вообще, блин, достар, давайте бисмилlah. Ошо қайша келдім мен, всегда бүйтіп жасағанмын. Давайте былай қарамай ашайықшы. Қарамай бүйтіп қазір көрсетейін сізге. Осылай мына ашамыз. Қазір қарамай бүйтіп ашамыз. Кішкентай сіңілерін бүйтіп қалып тұрмыз. Достар, өте үлкен коробка ғана тұр ғой. Енді коробканың сыртынан көре алмаймыз. Сол себепті коробканың өзін ашам. Қазір. Аяғымда тоже заттар бар, бірақ жауып қоямын. Жауып қойдым. Давайте бірінші ол бюджетная коробка. Менде вообще коробка зат келмеген. И бүгін коробка зат келіп тұр. Өзім қорқып тұрмын. Всегда менде пакетиктер келетін. Коробканы мен тек қана көп жасаровыйдың распаковкаларынан ғана көретін емес. Коробка зат келе ма маған деп. Оказывается, керек екен ғой. Вау. Ашамыз. Если сіздерге осындай распаковка қызықты болатын болса, мен всегда осындай распаковкалар түсіріп жүретін оламын. Бұйыртса. О май гад, достар, что это такое? О май гад, о май гад. Мен есіне түсті, достар. Давайте айтпай қоя тұрайын, сіздерге тасынсы бола тұрсын. Обалдеть. Это вообще что такое? Это у нас органайзер для моей косметики. Карандаш. Қандай күшті болған. Қандай күшті болып келді вообще. Қараңдар. Еще ашылады. Обалдеть. Ребята, это что такое? Ну, бір жаманы мынандай екен. Бітсең түс кетеді екен. Но мен бүйтіп қойып жүрмеймін ғой. Бүйтіп тұрады просто так. Ішіне зат салғаннан кейін вообще ауырлайды бұл. Қазір осыны видеоның соңында косметикаларын бәрін сүртіп тазалап, тастайтын косметика бәрін тастап, осының ішіне, бүкіл косметикаларымызды орналастыратын боламыз бірге. Мен осы видеоға плюс косметикаларыма обзор түсіретін боламын. Ұзақ видео болайын деп тұр, примерно. Достар, мен бірінші затқа 10-нан 10 деген баға берем. Всего лишь мен мұны 900 теңгеге, 995 теңгеге маған болатынмын. Прозрачный, наяқтар прозрачный стеклянный нағым келген, бірақ ол 2700 теңге тұрды. Содан кейін қойшы айналайын, 900 мен ақшам тек осыған ғана жетті да. 15 теңге мен көп зат алғым келді. 2000-3000-нан алатын болсам бір 5-ақ зат алам. Одан да мен 18 штук зат заказ бергем. 18 штук заттың бәрін алғаным дұрыс қой деп осылай бердім. Қараңыздар, оннан 10 деген баға берем. Давайте. Тағы да сіздер көріп тұрыңыздар, давайте. Обалдеть. Мен бірінші күн тақып барам дедім, затонан білем. Мен потому что осындай ваннамадан бірақ зат заказ бергем. Сол себепті. Это вообще супер. Бұл ваннама деп ойлап тұрсыздар ма? Жоқ. Бұл такая красивая моя мечта. Обалдеть. Бұл, короче, мен цеп қойнау. Дәл бұлай керек деп ойламадым. Достар, мама, мен мектепке тағып жүрсем. Ерексе тамай атырмын өзімді, блин, достар. Күшті. Қараңдаршы, вообще күшті. И мына жеріне еще мынаны тағып қоятын, ау не үшін десеңіздер. Бұл, короче, мынандай ваннама, тоже ақ пен қара түс араласқан. Өзім шашыма тақсам да, қараңыздар, мен осылай түрін таппай жүргем, как раз инеян сияқты. Осына, короче, бүйтіп, бүктеп, көремін да өзім істеп. Сосын нағам бүйтіп байлайды. Мына қазір қырмыждамай қойын. Байлап қояды. Вообще андай туған күндерге барған кезде осылай барам да. Ал мектепке барған кезде тек цепті ғана тағып барамын. Достар, күшті қандай. Мынаны мектепке шашыма тағып барсам да өлім болады. Достар, вообще супер. О май гад. 10-нан 10 деген баға берем. Бірақ матасы более қатты сияқты, типа марлер сияқты вообще күшті. Білмеймін, достар, вообще
Темуға ризамын мен деп айтпай қоя тұр. Соңынан айтамын, қазір тағы бір зат фейк болып қалып, адам нервісінен атпасын. Махма. Достар, мен жаман қуанып жатырмын, блин. Күшсін-ай. Тағы да бір зат алайық. О май гад, что такое? Достар, моя коллекция, вообще супер. Мен ше бірақ рет заказ берген ғой. О май гад, қараңдар. Мынаның матасы менікіне қарағанда вообще күшті, супер. Пупер бумага, о май гад. Виктори деген жеңіс деген баскетболдың несі. Но маған баскетбол болса да, басқа болса да, Виктори деген жеңіс деген өзіме қатты қалып, и оранжевый цвет. Достар, қалай қуанады демеңдер. Это называется қуаныш просто. Қуанған кезде эмоцияны жасыра алмайсың, қуасың. Ха-ха. Мына матасын, ой, пакетін қараңыздар. Мына жерде ешқандай текст тұр ауылдай. Осындай қараңыздар. Вообще цветін басқа жақып көрсетеді, шок болып қалдым. Мына жерде бәрібір ағылшынша, сол себепті ашып көресің, достар, бәрібір. Түсініңіздер ма? Сеніңіздер. 3 сағат кетті. Давайте тағы да ашамыз. Ой, чехол, блин, достар. Ей, бұны емес еді ғой, видеода. Достар, видеода бұны емес еді ғой. Обалдеть, достар. Мой чехол. О май гад. На видеода, видеосында фотода мынандай 4 бұрыш емес, былайдан мына жерден қайтып кеткен мынандай не тұғын ғой. Менде ондай чехол жоқ тұғын, сосын мен сондай чехол хотела. И но этот вообще мынандай болып келді, но маған бәрібір емес негізі, бірақ менің алдыңғы чехолдарымда осындай тұғын, просто қар және прозрачный, менде прозрачный чехол болмаған, бүйтіп фотоға түскенде. Жүрегім. Қазір телефоныма тақып көрейін. Достар, мен тақып көрдім. Өте керемет болды. Просто жау айта алмаймын ғой. Өте керемет болды, бірақ бір минус бар екен. Мына жағы камерасын сүрту үшін мен чехолды шешіп кие беруім керек екен. Себебі шаңып кетпей қалатындай, мынау қалың бетіне шығып тұрады екен. Но зато қаласа камерам сынбайтындай бір жақсы чехол болған. Мына қуаныштымын. Мына яғы 4 бұрыш, о май гад, мен осындай күтіп едім. Мына яғы 4 бұрыш болғанын себебі біздің үйдегі зарядчиктер кейбіреуі 4 бұрыш, кейбіреуі доңғалақ. Тығатын жағы сол себепті әдейі осындай қалаған тұғынмын. Қар, Новый годқа, жаңа жылға бәріне кете береді. Қазақ контенті бәріне кете береді. Өте керемет. Это называется қуаныш. Қоймасаң. Мына жақтағы мусорларды мына коробканың ішіне салайық. Бұл менде сырға. О май гад. Какие вообще прелесть. Еще артында мындай тағатын бар екен ғой. Фотода артында тағатыны көрінбейді да. Сосын мен ойлаймын, артында тағатын жоқ. Заказ бермеймін ба деп сосын тұрамын да. Ол жоқ болса ауылда өзімде бар болса, бір-екі сырға сол арқылы ауыстырып тағармын. Бір күні 3 сырға тақпаймын, ой, бір құлағыма тағамын деп, заказ берген. Сөйтсем өзімде бар екен. Қараңыздар, қандай керемет, вообще супер. Мынауысы қатты металл, мынауысы цеп, міне. Вообще супер. Мына мен құлағымда қалай тұрады, вообще супер. О май гад. Ой. О май гад. Өйстіп жүрші, вообще супер, пупер. Вообще тема. О май гад. Мен айнамен көремін, вообще өзім тағып, бөлек сол кезде көресіздер ғой, таңғаламын мен. Достар, органайзерге 10-нан 10. Вандама бәріне, 10-нан 10 деген не берем. Тек чехолға 10-нан 9 деген берем, потому что фотодағыдай келмеген. Қалған бәріне 10-нан 10. Мен бірінші күні вообще супер болып барайын деп тұрмын. Примерно. Бұл, достар, шашымды болғаннан кейін фантик ретінде тағуға болатын ақ түсті әдейі осындай ленточка заказ бердім. И если бір вечер, есіміне баратын болсан, осылай жайып баруға да болады, жайғасында, артынан инандай болып тұруға да болады.
төбе астынан алып келіп төбесіне бантик қылуға да болады. Өрген кезде өруге қосып өрсең де болады. Короче, осындай әдейі осындай түрін заказ берген болатынмын. Просто мынаны не істеу керек, үтіктеп жіберу керек. Дәл фотодағыдай аппақ түсті. Менің махаббатым болып келгеніне өте қатты қуаныштымын. Қарасаңыздар, дәл бұл кезде кішкентай ғана зат. Еще пакеттің ішінде пакет қой бұның. Аяқтан көруім бойынша. Оны қараңыздар, мына пакет. И ішінде тағы пакет. Түші. Мына қараңыздар. О май гад. Блин. Достар, это вообще супер. Ауырнау, кәдімгі темір ғой. Обалдеть, мына қараңыздар. Мен мына жерге мән бермеңіздер, окей? Не ғой? Жарағы бағам. О май гад, о май гад. Күшті қандай. Еще туп-тура. Если насаусаққа тақпайтын болсам, насаусаққа арты мынандай тесікті бүйтіп үлкейтіп алып сөйтуге болады. 10-нан 10 деген баға берем бұғанда. Вообще мен қалағаннан да өте керемет болып келген. Ё-моё! Мына өтіріктеш, пожалуйста, өтіріктеш. Или вообще нема. Мынаны қарасаңдар. Ема. Оны емес шығар. Көзім оттай өрет десең. Мынау тоже нормально. Но это как? Это вообще не поняла я. Типа, осылай осындай, я. Мынау неғып жылжымайды, жылжитын сияқты еді ғой, цеп сияқты болып тұру керек еді ғой деп қоям. Білмеймін қазір құлақта қалай тұратынын қайдам, мынау өте керемет, живой қарасаңыздар. Мен бір күміс түстесін бергендіктен, бір алтын бергендер. Наяғын қараңыздар, мынау өтірік қой. Да, пенопласт это. Наяғы шын. Давайте-ка тағып көрейін, енді құлақта қалай тұратыны бәрінен де қызық. Негізі менде осы аңшықты жүріп. Уже. Почему да? Происходит тұр. Вау! Негізі әдемі, наны просто наның арасына походу орайып бүйтіп ше. Бүйтіп ба. Сол жағын істеп алам. Негізі 10-нан 10 өте кәдімгідей металдан жасалған да қоясың оны. Так. Не? Ой, ха-ха. Мен 22 штук жүзікті 490 теңгеге заказ берген болатынмын. Это вообще супер было, потому что 22 штук жүзікті саған 490 теңгеге кім береді? Біреуін 100 теңгеге аласың ғой. 22 штугын 490 теңгеге алдым мен. Қазір көресіңдер достар, сосын талқамандар мақмандай. Нормально қуана біліңдер сендер де, мен сияқтанай қатты қуанып кетпеңдер. Мынау, короче, бүйтіп дәует тоже. Сосын өйстіп тағып аласың. Это вообще супер был. Алпа! Достар, менде тағы да пауза болып қалды. Енді қазір осы магазинге келіп жалғастырып жатырмын. О май гад, достар, давайте көреміз кет. Мен видеома арналған зат. Где вообще зарядчик? Достар! Биді, айра. О май гад, достар, о май гад. Мына қараңдар, көрдіңдер ма? Что? Вообще. Короче, бұл лампа ғой, типа былай камераны қойып қоям. И мені жарық қып көресіздер более. Көрдіңіздер ма? Қараңғыда тұрсе вообще күшті, блин, достар. Қуанып тұрмын, мына қараңдар. Мысалы, қараңғыда түсірсем, қалай мені көріп тұрсыздар, көрдіңіздер ма? Мынаны алып тастайын, қалай мені көресіздер. Күшті. Бұның еще өзінің Type-C зарядчигі бар. Өзінің емес, мен өзім біздің үйде болған. Ой, Type-C емес екен, андай зарядчик екен. Samsung-тардың. Сондай зарядчикке қоям. Күшті. Кеттім ғой. Ана новый зат. Үйден магазинге кеттім ғой, сол себепті. Короче, бәрін осының ішіне салып тастағам.
Olsaydı ben vermengler. Oh my god. Oh my god. Жүзік. Негізі мен насосаққа, хотя насосаққа заказ берген адам едім, маған сыймайды, но арты ашық қазір өйтіп көремін мен. Жоқ, сияды екен маған. Өздер вживую әдемі негізі, камера білмеймін жеткізе алмай жатыр десең. Но мектеп формамен вообще күшті кетеді, потому что мынау да ақ, анау да ақ, вообще супер. Ойбай, шықпай нес. Короче, жаңа көрдіңіздер жүзігімді, одан кейін енді мынау алқа, вообще, это вообще классно. О май гад, а это какой-то вообще, блин. О, Шимай? Шимай несе алмай, пожалуйста, шимайламаңдар сөйтіп. Мен ең жек көретін нәрсем сол шимайланған. Мә достар. Мына жындылы бәзі. Шимай нес, пожалуйста, қой жондайды. $2,000 later. Короче, мынандай ғой. Бүйтіп көрсете салайыншы. Мына екеулік көбелектер алқасы, ішіндегісі өте кішкентай көбелек, ал бетіндегісі сыртындағысы өте үлкен. Мынандай немен көбелек. Бриллианттарымен де қоясың. Өте керемет, екі көбелектен тұратын екеулік алқа. Вообще супер. Мынаны походу бөлек-бөлек тақуға бола ма, болмай ма? Болмайды екен. Өзін екеуін бір дөңгелекке жабыстырып тастаған екен. Это вообще супер. Так, келесі зат. Ну, что-то, тоже пакеттің ішінде пакет, значит, бұл новый зат бізде. Давайте, распаковка чек. Ой, рад, это тоже мусор. Это вообще, блин, достар, мен қалай қуанып жатқанымды білсеңдер ғой. Ну, мама болғанда қасында вообще супер бұл қуанатын екенбіз. Тоже бұл қар, вау! Но мен бұны дәл бұлай келеді деп ойламағам. Но оказывается осылай келеді екен. Сонша кулоны дәл ойнанын. Ну, короче, осындай қар. Тоняп, фокус алмайды нау. Ой, ладно, алмасаң алмай қойшы. Потом көрсетем. Ну, короче, кулоны дәл екенше. Так, лампаға 10-нан 11 деген баға берем, вообще супер. Жүзікке 10-нан 9, енді шілей кішкентай болып қалған. Одан кейін, оны мен ашатын болсам, ол вообще бүйтіп жартылай ашылып кетеді. Сол себепті кішкентай размері 10-нан 9 деген баға берем, но өте әдемі. Мына алқаға 10-нан 10 деген смело беріп тұрмын. Мынаған болса 10-нан 9 дау ма, либо нормально ма. Куоны қалай сіздерге? Мен бұны жаңағы көк түсті немен тағам деп алдым. Көк түсті жүзікпен. Магазин адам келді күтіңдер. Так, келесі зат, достар. Достар! Ойбай. Жүзік. О май гад. Мен мұны осылай мектепке заказ бердім. Мынаны мектепке тағып барсам, мені ұрып өлтіріп мектепке кіргізбей қояды сияқты. Ну, вообще супер выглядит. Ну ладно, мектепке таққызбаса, ничего. Не бар ғой. Вечер деген тема бар, жаңа жыл дейтін тема бар. О май гад, достар, қуанып тұрмын. Қараңдаршы, өте керемет қой. Негізі насосаққа бөлек күшті үйреседі екен. Но негізі мен өмірімде мына саусақ тағып көрмегем. Ойбай, жүзік тағып көрмегем. Қараңдаршы, бүйтіп жазу отсаң. Өлім ғой, сен ақын болып тұрсың ғой, мұнан жасаң. Одан кейін осындай липучка. Бұны ашсаң да бәрі сияқты ғой. Менде бұрын болған, дәл осындай ағын заказ берген. Бұрын, просто ол ана чехолымда болды да, и ол чехолым уже быт шықты, короче. Сонымен ол чехолымнан оны алып тастап, сонымен мусорға кетті. Онан менде уже новый. Мына ақты, короче, басында жаңа жыл біткенше ұстай шығарым, туған күніме дейін ба. Сосын осындай қылып өзгертіп тастайын деп ойлап тұрмын, енді білмеймін. Қараңыздаршы, өте әдемі сияқты. Айнаға бүйтіп жабысып. Айнаға кәдімгі жабысып қалды ғой. Достар, қараңдар. О май гад, мынаған қараңдар.
Ана оннан ал достар, есте что. Оннан ал. Бәріне оннан ал. Тек жаңағы бірдемеге оннан 9 қойдым. Видеоның басында бар ше, көресіздер сол кезде мақма. Енді өздеріңіз де байқап тұрсыздар ғой, качествосы негізі. Ой, байынан басылды қараңыздар. Артындағы кішкентай ғабит басылыңыз қиын. Қиын. Короче, өте ерекше, но былай шашыңа осылай тақып қойсаң, өте әдемі болып тұратыны сөзсіз. Так. Мен мына жерімді өрем да. Типа өріп осылай тақып қоям деп тұрмын өрген жерлеріме. Сөйтіп болсын айдан мен мамаға айтқанмын, мама 2 штук да жететін шығар. Мама айтты, өргенге тағатын 6 штук керек қой деп. Ең көбін заказ бердік. Өте әдемісі еще. Но маған ортасында тұрған жемшіктері ұнамайды ше. Сол себепті онdan 9 қойғым келіп тұр, бірақ өзінің сапасына бола мен онdan 10 деген бағаны қоямын. 10 из 10. Короче, келесі. Менің вообще самый көп күткен алқам және де самый ерекше болған алқам А деген әріппен заказ берген алқам. Это вообще супер, блин, достар, блин. Ойбай, қайтып тағылады. Я теперь поняла. Теперь так примерно. Ну-ка, короче, мен шешіп салайын. Окей. Су өліп қалмасын, 5 минутқа. Oh my god. Онан 10 деген баға берем. Блин, достар, жаман қорқып тұрмын мынаны ашуға. Вообще, блин. Давайте көрейік, бисмилlah. Туны қайтып ашады. Все, аштым. Бисмилlah. Ой, баланы, мына жерге мусорларды салдырайын. Блин, достар, блин. Қорқып тұрмын. Қалай заказ беремін мен? Розовый, либо пурпурный деген цвет заказ бергенім есімде. Но білмеймін қайсысы екенін. О май гад, қорқып тұрмын. О май гад, қорқып тұрмын. Негізі бір қорқатын зат емес қой, просто ұзақ күткен нәрсем қандай болып келеді екен деп тұрмын. Бисмилlah. Пожалуйста. Мен мұндай нәрсемен ашып тұрмын. Давайте көрейік. Ой, это вообще пакетик. Мен негізі терісінен ашып жатырмын ғой. Да? Ладно, аша берейінші болғанда. Уже бір ашқан жерін мен аша берейін да. Күштісін-ай, блин. Это вообще супер. О май гад, достар. Вообще супер. Ну. Ой. Я думала, это вообще утюжок. Нажал наш Саша. Я сөйтсем утюжок емес екен. Ну ладно, достар, плойканың өзі нормально ғой. Мен утюжок бір түрін көргенмін ғой, типа наусын сыртынан алып тастайтын ше. Сосын мен ойладым, типа бұл да сондай шығар деп ше. Сөйтіп заказ берген ғой. Сөйтсем мұндай емес екен. Мені алдағандарың үшін онdan 7 қойып тастаймын ба? Ну, қазір көреміз қалай бере алатынына қарай. Бисмилlah. Қызамын. Я, қызып жатыр. О май гад. Так, мына жерде пешті былай алсайын, чтобы тоқ күйіп қалмас үшін. Достар, қорқып тұрмын. Давайте қазір бір шашымызды жасап көрейік. Осыны жасап көргім келіп тұр. Қалай болады екен? Вообще қызық болып тұр маған. Өте қатты қызық болып тұр. Негізі менің көрген видеоларымда, ну, типа, осылай бәрісінен іші сыю керек, осылай. Сосын ну, типа, ойбай, шимайланып қалған сияқты. Жаңа мынау, ойла. Вообще, я не понимаю этот. Ну, типа, да. Осылай ұстайды, сосын мына жақта екіншісін ашып, былай шешеді ма? Наңғай түсейді, блин. Үйретіңдерші маған. Так, осылай. Болғанда, я.
қатты қуанып тұрмын. Негізі істейді анау, просто қыздырып сөйтіп асықпай істеу керек. Менде осындай шкатулка бар. Қазір ойбай мынаған не болған. Қазір осы жерге 25 штук жүзіктерімізді орналастыратын боламыз. Жеке-жеке сол кезде түрлерін көретін боласыздар. Ой, 27 штук. Так, біріншісі. Ой, бұны жек сыймайды ғой. Біріншісі. Екіншісі. Мынау да сыймайды ғой. Ладно, мынандай жуандарын мына жаққа салсайық. Мынау да жуан. Үшіншісі. Қазір. Төртіншісі. Мынандай жуандар торына салсайық. Төртіншісі. Бесіншісі. Жуан алтыншысы. Жетіншісі. Просто так. Ойбай, албайыншы. Қазір достар. Сегізіншісі. Туыналар. Сымайды ғой. Сегізіншісі. Так. Тоғызыншысы. Обычныйларды торжынай қасалсайын. Түрі көріну керектерін салғым кеп тұрда. Мен мына шетке. Сал мынау. Мына шетке қойайық. Тоғызыншысы. Походу, я? Мен шатаспасам. Тоғызыншысы. Мынау да сондай. Мына. Не штук кетті. Короче, достар, 27 штук бар. Өзімде үйде бар екеуін қосқанда. Ол біреу қарайып кеткен, соны алып тастадық. 26 штук болады. Әзірге енді 27 болып тұра берсін. Ол жүзіктер мен үшін ыстық жүзіктердің бірі. Мына көбелек бар, мына шетте тұруға лайықты. Ой, блин, ау. Дәуше. Что-то көрмей тұрған сияқты. Ладно, көрінеді ғой, былай қарасам. Жабылады екен. Ха-ха. Проблемадан проблема. Вау. Қалғандардың барлығын осылай просто так ойбай орналастыра саламын. Ладно, шексіздікті біреуінің орнына қою керек еді. Ну ладно, осының ішінен күн жазында тауып әйтеуір тағып кетемін. Сосын ең последний, ол қазақша жүзік және жасыл жүзігім бар, бірақ ол уже қарайып кеткен. Сол себепті мынау да уже қарайып бастапты. Қазақ нақыштағы жүзікті тастамай ақ қояйын деп тұрмын. Қарасаңыздар, қандай көп жүзік. О май гад. Мен мынауын бірінші рет алып тұрмын до конца. Өте күшті. Сырғаларымды көрсетейін. Сырғаларды осылай бір-біріне біріктіріп салайық. Осындай 2 сырғам бар. Ой, 1 сырғам бар. Туына жерде шатасып кеткен сырғалар да бар екен, достар. Безавид, қазір күте тұрыңыздар. Ви дейтін 2 сырға бар. Сосын осындай тоже Ви сияқтының тағы 1 сырға түрі бар екен. Мен бұлар тақпағаныма көп болған ғой, сондықтан білмейді екем ше, өзімде қандай сырға бар екен вообще. Мен вообще сырғам жоқ деп жүрмін. Күнде мектепке бір ғана сырға түрін тақып барып жүргендіктен вообще сырғам бар деп санамайды екем өзімді ше. Білмеймін неге екенін. Айтып тұрмын ғой, күнделікті тақпағаннан кейін. Осылай қазақша 2 сырғам бар екен, оказывается. Қазақша сырғам бар екен білем, бірақ точно білем. Мына күміс сырғам бар, жүрек. Бұл күміс, достар, так что күміс еместерді бір бөлек деп ше, не қылайын десем, күміс біреу ақ менде, сол себеп жоғалтпау керек оны. Және менде кулон бар, осындай, тоже күміс кулон десек те болады, солармен бірге жүретін кулон. Кстати, о май гад, мен мусорға тастап тастадым деп жүрмін. Сөйтсем Ви дейтін алқа бар екен менде, оказывается. Так, осындай 2 кішкентай сырға бар, бірақ мен бұларды тақпаймын негізі көбіне, бірақ егер де бір керек болып қалған жағдайларда тағу үшін тұра берсін. Мынандай жүрек, 2 размердегі жүрек сырға бар. Екеуі, короче, бір пар, просто бір жағы үлкен, бір жағы кішкентай болып тұрады. Маған тоже ұнайды осы 2 сырғаларым. Бұларды маған Айкен берген. Айгүл жасап берген. Мына жерге шимайланып қалғанды сала салайын. Вот так. Ужас. Және менде осы Love You дейтін Айгөлек екеуміздің, мен Айгөлекке бергем жартысын, Айгөлекте де болу керек жартысы, екеумізге қосылады. Қарайып кетсе де тастамай жүрмін. Даже бір несі түсіп қалса да тастап жүрген жоқпын вообще. Достар, мен жалғастырамын. Короче, қай жерге келгенімді ұмытып қалдым өзімше. Тамақ пісіріп жатқанмын, картошка пісіріп жатқанмын, сосын сол картошканы ұмытып кетіппін. Сонымен барып қарасам, асы жабысып жатыр екен, бірақ өте күшті шықты жолы. Осыны, короче, мына жерге салып қоямыз. Цепочка бар. Әшейін просто так, негіз просто емес, бұл немен тұғын ғой. Мынау жүзік бар ғой, осының кулонымен тұғын. Сосын бұл комплект тұғын. Сосын ол кулон жоғалтып алғам мен. Сол себепті оған новый кулон алып салып қойға болады. Негізі мына шетке ондай заттарды салмайды. Мынаның түс қалған жерін айқа салатындығын ғой. Короче, мен осы жерге салам деп шештім. Енді мына шетке жаңа алған 3 алқамыз саламыз. Мынау қар алқа. Мына жерге, короче, былай ілеміз. Мына жағын бүйтіп жинап келіп, мына ішіне салып қоятын еді ғой негізі.
заңдылық бойынша дейін ба, естіп тұрсыншы, әйтсе мен қай алқа екенін білмей аша берем айтып сен ашытта. Негізі мынандай шкатулка қиын екенін бүйтіп ұзын шкатулка, ендігі жолы заказ берем ау деймін Темудан тоже. Мынаның бір пары жоқ, сол себепті мусорға сырғаным да. Сөйтіп не істеймін ау деймін, заказ берем ау деймін, чтобы алқалармен салбыратып іліп қою үшін. Мен мынаны шештім, қалай қуанып тұрғанын білсеңіздер ғой. Кулон емін-еркін қозғалғанын көрген кезде вообще қуанып кеттім ғой. Мынаның жартыларын осының ішіне бүйтіп салып қойдым, чтобы бір-бірімен шатасып кетпес үшін, мына жақтарын шығарып қойдым, бір-біріне ілініп қалмас үшін. Осымен біздің мына шкатулкамыз бітті. Достар, ана екі сырға бар екен ғой, мен оны екеуін ұмытып кетіппін. Вообще, менде еще бір тағы бір салпыншақ сырға бар. Оны да салам. Достар, мына екі сырға бар. Салпыншақ алтын түсте, сосы екеуі бар. Ладно, шетке салайын. Так, мына екеуін мен әрі қағаздан алғым кеп тұрған жоқ. Бетсем жабыла ма, қазір көрем, жабылады екен. Ең соңынан бетіне екеуін естіп қоя тұрам. Бір-екі рет пайдаланғаннан кейін барып, осыны қатарға қосамыз. Мынау әлгі қарайған деген жүзігім. Қарайғандықтан бұны уже тастаймын. Мынау менің медальоным. Бұл медальонға уже әңгімем жоқ. Өте керемет. Онда тоже мынаның ішіне салып тастадым. Так, на қарны аяқ шығып кеткенсін, отырсайшы тыныш бір орында. Отырамайсыңдар ма? Түсіңдер вообще, отырмаңдар бұның ішінде. Кімсіңдер вообще? Менің рұқсатымсыз менің қойған жерімнен шығып кететін де, Ой, оңбаңдар. Ойнайды, жандарым, золго берегім. Ладно, достар, қойдым болды. Осыларды естіп саламыз. Той бір, тұра салындар, неғып кеттіңдер. Бір шкатулканы бітірамай кеттім, Болды, жабылған сияқты, жабылса екен, жабылды. Мынаны қараңдар, аяқта жүрістерін қарашы. Қазір жабамыз. Ура, наш шкатулка полный менің бижутерияларым. Науғап кетіпті ғой, достар, науғап кетіпті ғой. Бұл бізде жүзік. Бұл жүрек жүзік негізі. Бұл негізі мен мамамдікі. Мамама мен жасап бергем, то что өз қолыммен, ребята, былай. Мынандай жүзік қой. Қарандар, күшті ғой, бір тойда бүйтіп жемчуг алқамен тағып жүрсем, вообще супер пушка, гонка болатын еді. Оны білдірмей, шетке бүйтіп салып жіберейік. Еще. Да, походу біткенді, мына жерде менде бір кішкентай жемчуг бар. Шетке қоса тұрайын да. Ешқайсысын қалмайды шығар. Просто так ыдыс. Бұл негізі мамам жасап берген шкатулка тұғын, но өзгеріп кетті, ол короче асты сынып қалғандықтан осылай қылып қойдық. Бұның ішіне мен осындай өрген кезде тағып қойдым, тоже Темудан алған заттарым салам. Мынау бүйтіп, короче, дөңгелектеп өргеннің сыртынан, либо буғаның сыртынан резинаның үстінен жақсырып тағып қойға болады. Одан кейін мынау бізде зарядчиктікі, бұл әдейі тұру керек осы жерде. Сақтап қойғамын мен. Мынандай резиналар майда. Және шпилкалар тұрады бұл жерде. Осындай қазір шпилкалар. Менде шпилка тым көп емес, бірақ ана жерде полкада тұрғандар бар. Айттым ғой, достар, менде әр полкада тұрады. Сол себепті қазір осының ішіне саламыз бәрін әкеп. Смотрите. Еще одной. Осылар тұрады. Келесі ол менде осы органайзерге косметикаларым саламын. Сосын кейін барып шашқа тағатын заколкаларымды бөлек, крабик, соларды бөлек салатын боламын. Так, бірінші менде қазір мына жерде влажный салфетка бар. Осымен мына жерлерді чуть-чуть сүртіп жіберейік. Мына қараңыздар, кішкене шандар тұр. Мен зарядым өліп жатқандықтан фонарда жоқ, но ничего страшного деп ойлаймын, я. Нормально көрініп тұрған сияқты. Енді плюс косметикам обзор болғандықтан давайте мұқият қарап отырыңыздар. Ең бірінші мен бөлек бастайын. Ол осындай менде SPF көрдіңіздер ма, помада солайлармен араласып жүргендіктен осы сұрақтарынан өтіп кеткен. Мынаны мен Хэллоуин видеосында жасағам, ладно. Бірақ мыналардың бәрі теңмен сондай өтіп кеткен. Но мынау менде уже бітіп қалған даже, но кейде бір қатты сықсаң шығып қалады. Маған осы түрі более ұнағандықтан тұра берсін деп тұрмын. Кстати, бұл крем бізде китайский крем болғандықтан біз бұны мама айтқан, маған тастай сал деген тұғын. Таста оны пайдаланбаймыз деген болатын.
Келесі, так, бұл жерге келесі крем, ол қол крем осындай. Orange деген. Мен бұны тоже пайдаланамын. Кейде бетіме жағып кетем, кейде қолыма жағам. Но мен көбіне қолыма жағып кетем. Одан кейін SPF. Осы жерге осы үш кремді салғым келіп тұр. Осы үшеуі менде онсыз да пайдаланылатын. Мен шашқа жағатын жағынан ол осындай бізде спрей. Спрей для волос. Тұнан жанына тоже бір бәле салу керек еді. Қазір достар бірдеме шығады явно. Сол кезде саламыз, либо так, мына екеуін осылай, мына екеуін осылай салайық. Екеуі SPF, екеуі бөлек-бөлек заттар. Қалып қалады екесін, осындай кезде не салатынымды білмей. Так, менде румяна, бұл менің әжемнің румянасы, өзінің ішінде кисточкасы бар. Міне осындай екі қабаттан тұрады, мына беті айна, мына беті осындай кисточкасымен осындай румяна бар. Менде кушон бар. Но бұл кушонның ішіндегісі мұнда. Запаскасын мен уже болған сап қойғандықтан, сырты маған уже енді керек емес. Сыртын қоқыс жәшігіне подаркке береміз. Амнау кушон мен румянаны және де қазір осы жерге плюс тенді қосамыз. Менің Энилэдидің тені. Көріп тұстар ғой, менде қандай заттар бар екенін. Сөрелер толтыра берек, егер салатын бір заттар, либо ватный дискалар толтырып қоям, мага соңынан көре жатармыз. Так, бірінші астыңғы сөре, бұл сөреге бір туш. Так, достар, подождите, екінші туш. Және керлер, сыса, сия мынау. Сия сияқты, мына сия екен, керлер. Короче, менің кірпікке қажетті заттарым саламыз. Мынаны қазір сүртіп алайын. Достар, осындай тоже темудан алған кірпік. Мына беті былай көтереді, мына арасының тісінен, короче, түйіршіктер кетеді, мына бетін кірпікке біз қойып істеуге болады, короче. Ойбай. Осындай заттар. Тек кірпіктің заттар. Тек күшті болып жатыр, SPF, бетке арналған бірінші номерлер, короче, бірінші номер, екінші номер, сосын туштар, вообще супер. Мына шашқа арналған, мен қолға арналған. Бәрі әдемі бата. Кезек мына жаққа тек ерінге арналғандар салайын ба. Но ерінге арналған менде тек екі зат бар. Фэбриликтің помадасымен әжемнің тинті ғана бар. Болды. Еще достар, менде мына екі капсула тени бар ғой. Я забыла вам сказать. Осындай екі капсула тени бар. Қазір көрсетем. Қараңыздар, жылтыр өте әдемі тенилар. Мынаусы бізде не? Хайлайтер ретінде пайдаланамын, бірақ ол да тең, ақ түсті. Сор түсті дегенім ғой. Мынау клёнкалар былай алынып қалған, қараңыздар, бетінде алынып тастайды. Мына шетке тағы да заттар салу керек. Кстати, менде подводка бар ғой. Подводканы да осы жаққа салайын. Және де менде мынандай кисточки бар. Мынандай кисточка бар. Және сол. Осындай кисточка бар менде. Кстати, мынаның қақпағын тауып аласың. Тұна жақта аз болып қалды ғой, ей. Косметика пайдаланбайтын көрініп қалды ма десеңе. Десеңе. Бітті. Достар, я как могла забыть. У меня есть спонжик. Спонжик есть. Вот туда қоямыз спонжикті. Кстати, мына жақтарға мен прыжке арналған осындай клёнкаларымды қоям. Түрі де бар менде. Наумен мынаның түрі екі түрі. Тағы бар ішінде еще. Бұны тоже темудан ал. Мен деген кән темуға жатып алған адам екен. Мынаның ішінде жоқ. Так, мынаның ішіне кән полный толып тұр. Ойбай. Ойбай деген үшін без обид достар. Болды, мынаның ішіне жоқ, тоже тастай саламыз мусорға. Болды ба, одан артық қандай косметика керек? Болды деп ойлаймын. Если мына жақтан тағы да косметикаларымның қатарына бір заттар шығып жатса, көретін боламыз. Қазір мен басым істеп, короче, мыналарды осы жерге қойып тұрмын. Азанда типа маған керек болса, резко алып кете саламын, либо кешкісін жуатын кезде тоже резко алып кете саламын. Кремдердің қатарына қосатын мен еще Левамед Куль бар. Бұл сіздерде де если безеуден қалған дақ болса, либо сондай безеу болатын болса, мынау өте жақсы кетіреді деп мен пайдаланып жүрмін. Негізі өте жақсы кетіреді деп ұсына аламын. Органайзерім бітті. Кезек менде тағы мынандай шкатулка бар. Бұның ішіне мен қазір барлық шашқа тағатын заколкаларымды салатын боламын. Менде шашқа тағатын нәрсе өте көп. Қазір салатын боламын. Біріншісі ол осы қарлар. Бисмиллах, ашайық.
бисмилла деп салайық. Қараңыздар, артының өзі әдемі көрінеді. Осы жерге орналастырамыз осыларды. Негізі бұларды қанша орналастырсаң да орманға қарап ұлиды десе ойнаймын. Осылай тұра береді. Одан кейін мынандай заколкам бар, және де ақ түсті қазір беремін. Ойбай, нашты қойып ем ғой жағынан жыныма тақайып қалды. Уля. Менде осындай естелік сынып қалса да айғанаттан естелік болғаннан кейін сақтап тұрмын. Және мынандай заколкам бар. Және резиналар. Так. Вот осындай резиналар. Және мынау вандама емес, мынау повязкам. Және мынау осы платочегім бар. Сыймайды сияқты, бірақ сыймайды походу. Түсті жаңағы алған лентам тұрады. И потом мына платочек, бантик дегендерім олар сыймайды, сол себепті осымен бұл шкатулканы жабамын. Енді достар, мынау косметичкамның ішіне мен келесі заттарды саламын. Ол осы сыймай қалған платочек, мынау цеп коллекция, көрдіңіздер ма? Мына Victory айқынат. Тағы осының енді бір көк ай, то есть жасыл осындайларын алсам да қоясың. Қарасын алу керек мектепке ұштап үйрескенге. Жерге духимнан қойдым, және де білініп қалмау мақсатында осы прозрачный чехолмен науымды осы жерге қоя тұрамын. Если бүгіннен бастап пайдаланатын болсам, ол білініп қалуы мүмкін. Нам бар еще. Мына жерге бөлетін таяқ бар. Екі китайский палка бар, чтобы образдарға. Және пилка бар, вообще-то. Одан кейін мен брелогым бар. Бұл брелогты тоже маған қымбат, сол себепті осы заттардың арасына қосамыз былай. Опана. Ал енді мында менің мынау кисточкам, оказывается, осы жақта екен. Осы нелерді мынаның ішіне былай саламыз. Мына кисточка бар еще. Және мына затты мынаның ішіне бүйтіп сыйдырамыз. Бұл тоже прическаға арналған. Менің видеом аяқталды. Видеоны лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар.